бір ғана деталь айтайын саған. 89 жыл дейді, маған Мырзатай Жолдасбек айтып беріп жатыр. Мынау ЦК-да бұл 3-ші секретар болып отырған кезінде Талдықорғанға бардық дейді. Барып өзеннің жағасына киіз үй тікті дағын, аста төк дастархан, әнші, биші, күйші той болып жатыр. Кешке таудың етегі, өзеннің жағасы салқын дейді. Бір серый кардинал келді да айтты дейді: Өзеке, мына таудың етегі, өзен ағып жатыр, мына киіз үйде жатсыздар. Түнде жаурап қалмайсыздар ма? Мына қойын жылтатын бірден ұйымдастырайын ба деп айтты дейді. Сөйтіп өзбек әлінің түрі бұзылып кетті дағын. Жігіттер, менімен үйтіп әзілдеспеңдер деп айтты дейді. Екінші, осындай ұсыныс айтып маған келетін болсаңдар, желкелеріңді қиям, тілдеріңді суырам деп айтты дейді. Осындайдан басталады бәленің бәрі. Тұр да құр менімен бүйтіп қалжыңдаспаңдар деп айтты дейді. Ана серый кардинал қып қызыл болып кетті да орнынан тұрып кетті дейді. Сонымен екеуміз түнде жаурап жаттық дейді. Ол мынандай жігіт еді деп айтып отыр. Екіншісі, тойған ізімім айтады. Мен Москвада маған киім тіктіріп отқан кезінде дейді, бір профессор маған звондады. Сол кезде өзбек әлі Москваға келіп спутник деген ба, бір недегі гостиницада жатты дейді. Соны тұрды да, тойған жан, мен енді қартайған адаммын ғой, ана өзбек әліге бір документ апарып бересің бе деп айтты дейді. Маған не тұрады? Не, өзі 22-23 қызбын дейді. Метромен зырр етіп барам да беріп келем, кеш сағат 9 ба 10 ба сондай. Киініп жатыр едім, 10 минуттан кейін профессор жаңағы Махаттікі қайттан звондайды. Большой театр ма сондай өнер адамы, кәрі кемпір. Болды, шықпа бөлмеңнен деп айтты. Неге деп, сені жұмсаймын деп өзбек әлі Жәнібековпен отношениені бұзып алуға сәлек қалды. Маған қатты айтып, ауыр сөздермен ұрсып тастады деп айтты. Неге деп, анау қазір менің орныма тойған ізімі барады деп айтқан ғана профессор орыс. Өзбек әлі ұрысты дейді. Сен басың істей ма? Өз Москвада болса, мен гостиницада жатырмын, еркек адам. Анау өзі қазақ қыз, қазақы тәрбие алған, өзі жап-жас болса, ертең мен гостиницамен нөміріме кіріп қағаз беріп шығып барса, біреу көріп ертеңнен артынан өсегелестіретін болса, бітті ғой, ананың өмірінің бәрін күл-талқан қыласың ғой. Шығарушы ана қыз деп айтты. Келсең өзің кел деп айтты. Сонымен тойған жан болды. Рахмет ниетіңе, киінбей ақ та қой, шықпай ақ та қой, номеріңді қал, өзім апарып беремін деп, ана өзі апарып беріп келді дейді. Және бұндай естелікті маған бәрі айтып берді. Мысалы, Никара Абаева деген ана отыр. Соған сұрадым ғой, сіз өзбек әліне қалай болды деп. Мен ит қылды ғой дейді. Неге десем, орысша сөйлеймін, қазақша білмеймін дейді. Қазақша үйрен, сенің кесіріңнен қазақтың жастары комсомолдар жетілмей жатыр деп итімді шығарды дейді. Үйрене алмаймын дейді, тілім орысша шыққан мен дейді, өзім татармын дейді. Содан не болды енді? Хатты бетіме лақтырады, осындай жыладым, бетінің краскасының бәрі ағып отырамын ана жерде. Нағып кетіп қалмайсың, нағып отырсың өзбек әлінің жанында енді. Неме жоқ, чукча не дурак дегендей, мен онда ақымақ емеспін дейді. Неге десем, жалғыз қауіпсіз аймақ сол жер еді дейді. Ол қол астында қыз-келіншектердің бәріне өзінің туған қыз сияқты отношение жасайтын. Ананың атмосферасы сезіліп тұратын дейді, қамқорлығы дейді. Бәріміз үймен, анамен, мынамен қамтамасыз ет. Қызметте отырғанда мойныңды бұрап жұлып ала жаздайды дейді. Ал былай адами қарым-қатынасқа түскен кезде қамқор әкеңнің қасында жүрген боласың дейді. Сондықтан ол кезде мен коммунистерге сенбейтін тұғым, қанша жерден коммунист болса да жеке қалмайтын тұғымын деп айтады. Сондықтан бұндай естелікті бірінен кейін бірі беріп жатыр әне жерден. Сондықтан біз қанша жерді айналып келдік, ешкім іштерін таба алмадық. Сондықтан шынымен де өзбек әліге бір шетінен біздің шабыттан қатты қорықпай кіріскеніміз көп адамдардың дәл осы нүктеде өзі артынан сөз ілеседі. Анау баяғыда 90-шы жылда шыққан кино бар еді, сен көрдің бе, көрмедің бе, основной инстинкт деген. Жаңағы менмін деген еркекті жаңағыдай ана қатын құмарлық инстинктін шұқылап оятып алады деген, соны тентек қылып жібереді ғой, аналар бұған түспейтін, өзі бұл тұсаққа түспейтін еркек жоқ деп. Bir қызығы, бұл көкеміз шынымен де жан жүрегіменен мына ұлы мұратқа жұтылған кезінде ол жаңағыдай жағымсыз теманы, романтикалық теманы жауып тастаған. Жас кезінде жаңағы Қалихан деген апамызға енді ғашық болды ма, танысты ма, мен білмеймін, екеуі ертеде 51-ден жылы үйленген болды. Одан кейін бұл тема жабық. Сол кісімен өмірінің соңына дейін сүрген. Ол апамыз да бертінде қайтыс болды 87 жасында. Сондықтан ұлттық позицияны бермеу, пара алмау, анау-мынау деген мәселеде шынымен де қатты идеал болған рас. Мысалға қызметтен кеткеннен кейін Алматыда трамваймен, троллейбуспен жүрген, немересін кәдімгі мектепке трамваймен алып келген. Тіпті бір қызы ма, күйеу баласы екеуі сол 90-шы жылдар бардақтың кезінде үй алған, соны шақырып алып қызын тергеген деп айтады. Енді бір кісі айтып отыр маған, өзінің қызын өзі қысты дейді. Шыныңды айт, мына квартираны өзіңнің еңбегіңмен күйеу бала екеуің еңбектеніп алдыңдар ма, жоқ әлде менің атақ абыройымды пайдаландыңдар ма? Бірақ айтпады демеңдер, егер менің атақ абыройымды пайдаланған болсаңдар, жағдайларың өте мүшкіл болады деп айтты дейді.
өзінің атағын абыройын пайдалануға балдарына ешқандай мүмкіндік бермеген. Сондықтан бұл кісінің қазір 2 ұлы 1 қызы әшейін қарапайым қызмет істейді, болды. Оларды білмейсің да. Сондықтан олардың маңдайы ашық жарқырап жүреді. Сондықтан енді адамның артынан қай кезде сөз ілеседі? Біреуді сатты, біреудің үстінен арыз жазды, біреудің үстінен қызметін тартып алды, біреудің әйелін тартып алды, любовница ұстады деген негізгі әңгіме осы ғой өзі ілесетін мәселелер. Былай қарағанда. Бұл мәселелердің бәрін біз ақтарып қопарып тастадық. Сондықтан бір шетінен бағанағы сұрағыңа тағы да жауап шығады. Нағып сен Өзбекәліге жабыстыңда қалдың деген кезде біз қазір идеал жоқ. Барлық адам минуспен өмір сүреді. Сондықтан менің де мына минустарыма, арсыздықтарыма түсіністікпен қарай беріңдер деп, мына өзінің ар ұятын күзетпей, rugged индивидуализм дейді ғой, жаңағыдай жүгенсіз бетімен кеткен индивидуализмді ауыздықтап ұстап тұруға Өзбекәлінің тұлғасы, болмысы шынымен де таптырмайтын идеал.